мына адамдар мен адамдардың арасында жігіттер мынандай көп болып кетті. Бірін-бірін кешірмеу деген ше. Оған мына пайғамбарымыздың мына қысқа ғана хадисі жетіп кетті. Мән ла ярхам ла юрхам дейді. Кім кешіре алмаса, ол ертең кешірілмейді. Алла аса қамқор, ерекше мейірімді ғой. Алла кешірімділердің кешірімшісі ғой. Соны меңзеп пайғамбар айтып жатады. Мән ла ярхам. Кім адамдарды өзара тіршілік өмірде жүрген кезде кешіре алмайтын болса, онда ла юрхам дейді. Ертең қияметте Алланың алдында сот күні болған кезде ол да кешірмейді ол дейді. Ондай болатын болса, біз мынандай ауыр мотивационный мына жерде үлкен сөз болып тұратын болса, онда бізге мына жалған 5 күндік дүниеде жүректе қатты кек сақтамай кешіре салғанымыз жеңілірек қой деймін да. Одан кейін анау кешірмей кек сақтап жүру бұл адамның жүрегіне жүк қой, артық жүк. Адамның жүрегі жігіттер дертке де толып кетеді арасында. Дерт екі түрлі болады. Біреуі мәдди дейді, дененің дерттері, екіншісі рухани дейді. Рухани дерттер де бар. Сол рухани дерттердің бастамасы біреуге ренжи беру, көрінгенге ренжи беру. Сол ренжи бергеннен адамның жүрегі әртүрлі дерттерге толады. Ол ертең сол адамды жек көре бастайды. Одан кейін ол адамның алдында тәкаппарланып тұратын болады. Одан кейін ол адамды көре алмаушылығы басталады, жақсылығына, жамандығына кәдімгідей күйіп пісетін жағдайға жетеді. Біреудің сол адам сол жек көріп жүрген, ренжіп жүрген адамының бір үйінде бір қуаныш болса, оны көре алмайтын болады. Оның барлығы бір дерт екінші дертті тудыра беретін жүректің дертіне ұласып кетуі. Соның үшін мен айтамын, жүректеріңде реніш ұстамаңдар. Онда кешіре сал. Одан кейін мен өз-өзіме де жақсы бір мына халықтың арасында жүрген бір жақсы қағида сөзді алып алғам да. Ол ренжитін заман емес дей салам, болды. Ренжімеңіз дейді ол маған. Айтамын, жоқ, ешқандай реніш жоқ. Ренжитін заман емес қой деймін, болды. Негізі заманның біздің заман емес, жалпы заманның қай-қайсысы болса да ренжитін заман емес. Өйткені мына 60 жылдық өмір бұл ренжіп кету үшін келген жоқ. Бұл 60 жылдық өмір, Абай атамыз айтқандай, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және де хақ жолы осы деп әділет дейді. Адамзаттың бәрін сүю үшін келгенбіз да. Бұл өмірге былайша айтқанда біреуді күңдеп, біреуге ренжіп, біреумен алысып, жұлысып кету үшін келген жоқпыз да. Абай атамыз өзінің жаңағы қара сөзінің басында бүйтіп айтады ғой. Осы жасқа келгенше жақсы өмір сүрдік па, жаман өмір сүрдік па, әйтеуір бірталай өмірді сүрдік дейді да. Енді қазір артыма қарап отырсам, өмірімнің жарты бел өмірімді сүріп тастаппын дейді да. Сол жарты өмірімді таластық, қатыстық, алыстық, жұлыстық дейді да. Мына сол өмірдің, дүниенің былайша айтқанда баянсыз екендігін түсіндік дейді да. Былайша айтқанда енді 40-тан 50-ге асып кеткен, уже ақыл тоқтатқан Абай атамыздың сөзі ғой. Енді мына өмір жарайды, өтті ғой дейді да. Ол өмір өтіп кетті енді жарайды. Өткенге салауат дейді. Мені бір нәрсе мазалап отыр қазір. Ары қарайғы өмірімді қалай сүрмек керек деп уайымдап отыр. Қазір мысалға міне қанша жасқа келдік, біз де орта бел жасқа келдік та. Бізге де жігіттер арттағыға енді тәубе жасайық, арттағыға өкінішпен қарайық, жақсы күндеріміз үшін қуанайық, бірақ бізге негізгі мына бүгінгі күн емес та, бізге ертеңгі күніміз қалай өтетінімізді уайымдауымыз керек та.